Барлықтарыңызға сәлем достар, бүгін сіздермен керемет болып шығатын меренговый рулет жасайтын боламыз. Каналыма лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Біз бірінші ыдысымыздан бастайтын боламыз. Алдымен ыдысымыз өте құрғақ, тап-таза болуы қажет, өйткені жұмыртқамыздың ақуызы мен сарыуызынан бөліп алатын боламыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, ақуызы мен сарыуызын бөліп аласыздар. Мен бұл жерде 5 жұмыртқаны қолдандым, өйткені жұмыртқамның көлемі өте кішкентай болды. Сол себепті 5 жұмыртқа қолдандым. Негізінде бұл рулетке 4 жұмыртқа қолданса да жетеді. Ақуызымызды араластырмай тұрып, бірінші біз венчигімізге қарауымыз керек. Венчигіміз өте құрғақ, тап-таза болуы қажет. Жаймен осылайынан видеода көрсетілгендей етіп араластырасыздар. Ақуызымыздың дайын болмаған, осылайда білуге болады. Ыдысымызды төңкерген кезде ақуызымыз жерге төгілмейтін болатын болса, онда ол дайын деген сөз. Дайын болған ақуызымызға кішкене етіп лимонный кислота, содан кейін кукурузный крахмал, болмаса картофельный крахмал қоссаңыздар да болады. Жақсылап микселейтін боламыз. Дайын болған ақуызымызды осылай пергамент қағазына төсеп, қызып тұрған пеште 150 градуста 20-30 минутта пісіретін боламыз. Рулетіміз дайын болды. Енді осыны мен екінші пергамент қағазын төсеп алып, рулетімізді төңкеріп қоятын боламын. Ал енді кремін дайындайтын боламыз. Креміне мен салқын сливке қосатын боламын, 33% сливке, және оның үстіне творожный сырымды және сахарный пудрамды сеуіп, барлығын жақсылап микселейтін боламын. Креміміз дайын болды. Енді осы кремді рулетімізге видеода көрсетілгендей етіп жағып шығасыздар. Кремді жағып болғаннан кейін арасына дәм беру үшін мен бананды салатын боламын. Сіздер не салғыларыңыз келеді, соны салсаңыздар да болады. Мен рулетімізге бананымызды, кремімізді жағып шықтық. Енді видеода көрсетілгендей қағазымызбен жаймен деп көтеріп осылай орап шығасыздар. Міне орап шықтым. Енді бетіне өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Мен осылай бетіне мандарин мен бананын салдым. Міне біздің рулетіміз өте дәмді, өте керемет болды.
болып шықты. Міндетті түрде жасаңыздар. Каналыма лайк басылып жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.